Жанында Ділмар үйірмесіне мүше 11-ші сыныпта оқиды. Менің мектеп бітіруші жас түлектер тұр. Осы тау бірнеше рет келдік осы тауға. Сендерге тау қалай әсер етеді? Сендердің өмірлеріндегі Алатау қандай? Маңызы қандай? Бастайын ал бізде. 4 жыл қатарынан келген мына дәл осы жерге 4-ші жыл қатарынан келіп жатырмық қой. Шынымен ерекше 8-ші, 9-ші, және 11-ші сыныпта 4 жыл қатарынан келіп жатырмық мына тауға. Өте көп естеліктер, көп түсініктер болған. Алдыңғы жыл ана жақта отырып ұзақ бие подкаст түсірген есімде. Шәміл ағаларға аялмап келген. Алғашқы естіп тауға шыққан негізі осы жер болды. Бұған дейін бүйтіп үлкен тау, Алматының бұндай тауына шықпаған. Негізі Жарқын ағаймен тауға шығу өзіндік ерекшелігі бар. Мысалға басқа достармен немесе отбасымен тауға шықсаң, тек жағасында сол таудың бөктерінде тамақ ішіп ары қарай қайтасың ғой. Ал ағаймен шықсаң, сол таудың биігін, сол өзіміздің мақсатымыз етіп, сол жерге шығудың қаншалықты қиындығын, соны өзім былай шығу барысында мен солай өз-өзімді елестетемін да. Ағай сондай әр мысалға тамақтан кейін ағайдың мысалы қымызын, бауырсағын жеу, әр қиындықтан кейін бір жақсылықтың бар екенін ағай осы тауға шығу арқылы үйретті. Тәтті дәм бар екен, жеңістің. Мектеп оқушысы ретінде шыққан тау маған білім, парасатты ой және төзімділікті үйрете алды. Бүгін де соған көзіміз жетті, яғни белгілі бір төбеге, биікке көтерілуге қиналмай, қиналсаң да сол қиыншылықты жеңіп, сол мақсатқа жетіп, өмірдегі үлкен мақсаттарға жетуге жетеді. Сондықтан әрбір кішкентай істің, шағын істің, бір әрекеттің ар жағында үлкен мақсат жатыр. Демек, шәкірттерге берілетін сабақ тек қана дәрісханада 250-де болмайды. Барлық сәтте көптеген ортада бейресми жерлерде көбірек болады. Сол дәрістерге мұқият қатысып тәжірибе жинағандарың үшін рахмет. Ақ жол сәт сапар тілейміз. Мектептен бітіріп кетсеңдер де, қай оқу орнында жүрсеңдер де, бұдан кейін уақыттарда да осындай тауға келіп жүрейік. Қазақтың бір жақсы сөзі бар. Үлкендерден көп естіген батам еді. Сол батаны сендерге де айтайын, таудай болыңдар. Біз бала кезімізде сол таудай болдық. Үлкендердің қолына су құйғанда бата алғанбыз. Сондықтан біз таудай болғымыз келеді. Мұқағали ақынның өлеңі бар ғой. Тауға барып көк құшып кетсем бекем ұстап алып қыранның қанатынан дейді. Ендеше ойымызда, бойымызда, мақсатымызда таудай биік болсын. Асқар шыңдарды бағындыра білейік. Аман болайық. Әмін. Нұрайым, түсесіңдер ма?